Ресей мен Украина арасындағы соғыс бір жылға жуықтады. Владимир Путин Ресей мен Украина арасында қақтығысқа нүкте қойғысы келетінін жеткізді. Бұл туралы ол мемлекеттік кеңес отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында айтты. Мен бұл туралы талай рет айтқанмын. Біздің мақсатымыз әскери қақтығыстың шеңберін айналдыру емес, оны аяқтау. Біз бұл соғысты тоқтату үшін ұмтылып жатырмыз және ұмтыла береміз, деді ол. Айтуынша, Украина келіссөзді жүргізуге қарсылық танытып отыр. Барлық қарулы қақтығыс дипломатиялық жолдағы қандай да бір келіссөздерден аяқталады. Одан ешқашан бас тартқан емеспіз, деді Путин. Айта кетейік, президент алғаш рет арнайы операция деген сөздің орнына соғыс сөзін қолданды. Айта кетейік, бұған дейін Украина президенті Зеленский ақш-қа іссапармен барған болатын. Осы іссапарда Байден Ресей Федерациясының президенті туралы шетелдік көшбасшыны жау деп санағанмен, онымен диалог орнату халықаралық саясаттың негізі болып қала беретінін атап өткен болатын. Бұл соғыс Путин Украинадан өз әскерімді шығарамын деп айтқан күні аяқталуы мүмкін, деді өз сөзінде. Және өз сөзінде ақш президенті Байден Украинаны барлық жағынан қолдайтынын жеткізді.